Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айжан. Қарақатты қысқыға сақтайтын бірнеше әдіспен бөлісетін боламын. Қарақат жидектерін қысқыға дұрыс мұздату жолын көрсетемін. Қант қосылған үгітілген қарақатты блендерден және ет тартқыштан өткізген түрлерін көрсететін боламын. Қарақат жидектерін жақсылап тазалап жуып аламыз. Жидектерді сүзгіштен өткізіп, суынан арыламыз. Противеннің үстіне қағаз сүзгіні салып, осының үстіне жидектерді кептіріп аламыз. Жақсылап суынан кептіріп алсаңыздар, қысқыға жақсы сақталады. Қарақатты көп салып жүрмеңіздер, осылай аз-аздап салған кезде жидектер тез кеуіп шығады. Келесі кезекте ыдысымызды алып, осындай пакетті кигіземіз. Кепкен жидектерді осы полиэтилен пакеттің үстіне орналастырамыз, оны мұздатқышқа қоямыз. Енді қараңыздар, жидектер бір-біріне жабыспай тұру керек, сол кезде жақсы мұздатылып қатырылады. Видеоның аяғында осы жидектерді мұздатқыштан алып шығып сіздерге көрсетемін. Келесі кезекте қарақат жидектерін ет тартқыштан өткіземіз. Бір килограмм қарақатқа 1 килограмм 200 грамм қант қостым. Қарақат 3 килограмм болды, оған 3 килограмм 600 грамм қант қосылды. Араластыру ыңғайлы болу үшін қантты 2 бөліп қостым. Құрметті менің көрермендерім, осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, осы видеоға лайк басып, төменде комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, оны да жаза кетсеңіздер болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, қақпақпен бетін жауып, холодильникқа 1-2 сағатқа қоятын боламыз. Біраз уақыт холодильникта тұрды. Енді қараңыздар, тосап өте бір қоюланып, желе тәрізді болыпты.
Енді ыдыстарымызға құямыз. Мұздатқышта сақтау үшін осындай ыдыстарды дүкеннен сатып алуға болады. Қазір мен осы ыдыстарға құя беремін, бірақ кейін басқа ыңғайлы ыдыстарға ауыстырам. Мұздатқышта жидектерді сақтау үшін арнайы пакеттерді қолданамын. Бірнеше рет қолдануға болады. Бұлардың аузы өте жақсы жабылады, өте ыңғайлы. Видеоның басында қарақат жидектерін мұздатқышқа салғанбыз. Полиэтиленовый пакеттің үстіне салып қатырсаңыздар, жабыспай өте тез алынады. Келесі кезекте видеода көрсеткендей полиэтилен пакеттің екеуін алып, қант қосылған қарақатты құйып, мұздатқышта сақтауға болады. Пакеттің ішіндегі ауаның барлығын шығарып, пакеттің аузын түйіп қоямыз. Осы бетінде мұздатқышта сақтауға болады. Келесі кезекте банкаға қарақатты құямыз. Банкаға қарақатты құйғаннан кейін холодильникқа қою керек. Алдын ала холодильникқа қойған банканы көрсетемін қазір сіздерге. Міне қараңыздар, алдын ала холодильникқа қойылған, блендерден өткізілген қарақат. Суықта біраз тұрғаннан кейін желе тәрізді болады. Қарақаттың беті жабылғанша аз мөлшерде қант саламыз. Осы банкадағы қарақатты холодильниктің жоғарғы жағында жаңа жылға дейін сақтауға болады. Қант қосылған үгітілген қарақат барлық пайдалы дәрумендер мен микроэлементтерді сақтайды. Адам ағзасына өте пайдалы. Қараңыздар, блендерден өткізілген қарақат кішкене ірілеу келеді. Келесі банкадағы қарақат ет тартқыштан өткізілген нәзіктеу шығады. Қант қосылған қарақатты осындай ыдыстарда мұздатқышта сақтаған өте ыңғайлы болады. Қарақатты қысқыға сақтау үшін бірнеше әдіспен сіздермен бөлістім. Кәделеріңізге жарасын. Егер видео ұнаса, лайк, подписаться басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.